қалайсыздар? Тәуіржан қалай? Жақсы шығар? Жақсы шығар. Қош келдіңіз, Тәуіржан. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, бәрі кездесу қалай өтті екен? Сөйлесуге осылай шақырып, асықпай түсіндіріп беруге тырысты Тәуіржан тарапынан. Енді ол қызға ұқсамаса да, сол қыз деп сендірдім мені. Және жанындағы достары барлығы, Зарина ол кезде біз болдық қасында, осы қыз болды, жай ғана әңгіме айттық, біз Тәуіржанның осындай көңіл күйін бір көтеру мақсатында деген сияқты бір просто бір болады ғой, сырлас болу деген сияқты, мұңдас болу деген сияқты. Мүмкін сондай ниетте болған шығар деп өзім солай ойладым. Шындық болса да бір күні айғақ болып шығады, өтірік болса да бір күні қалқып шығады ғой. Бірнеше адам жазып жатыр да, ол айтқан адам емес қой деген сияқты. Білмеймін, көреміз енді уақыт. Бірақ енді жігіттік сөзін айтқаннан кейін сенуге тырыстым. Мен білмеймін, неге қалай маған сенбеуге болатынын түсінбеймін. Мысалы, мен осының алдында алдап, мысалы, недоверие қандай нәрседен пайда болады. Мысалы, бір адам саған бір нәрсе айтады, постепенно сен уже недоверие пайда болады да. А мен осы уақытқа дейін менде бір рет болсын, бір серьезно бір алдаған нәрсе болмаған деп ойлаймын да. И если бір рет болсын алдасам, уже сенбеуге болатын еді да. А хотя мен әлі бір лампочка дейді ғой, бір доверияның лампочкасы әлі өшпей тұрып, сразу сөйтіп күмән, всегда сомнение, короче, и всегда бір недоверие сияқты нәрсе мен ощущать етемін да. Сенбедім дегенге келтірді, мен де түсіндіруге тырыстым, бірақ все равно ондай болмады да, короче. Мен айтқаннан кейін сену керек еді деп Одан басқа, ойлаймын. сіздердің араларыңызда әңгіме болды ма? Осы бір қарым-қатынастың ары қарай бір-бірімізге сенімімізді арту үшін кез келген осындай бір ситуация болғанда бір-бірімізге сенбей қалмас үшін не істеу керек деген сияқты бір әңгімелер айтылды ма? Мен шынымды айтсам, ер азаматтарға кішкене сенуден қалғам, көңілім қалған көбісінен. Бәрі кәдімгідей бір өлердегі сөзін айтып атқандай уәде береді. Олды күндер тоқтап тыныш күн болған кезде бәрі ұмытылып кетеді. Сонымен енді бірақ Тәуіржан тарапынан бір үлкен уәделер болмайды. Бірақ енді шынымен де оның ойында ешкім жоқ па деген сияқты алдындағы бір тақырыптар ғой. Сол нәрселер ғана сұраймын. Енді 100% ешкім бір-біріне олай сенбейді деп ойлаймын. Бір үйленетін деңгейге жетпегенше. Бастысы мен өзіме сенімдімін. Басқа жағынан енді Тәуіржан алдағы уақытта көре жатармыз деймін. Бірақ одан кейін енді хабарласып, сөйлесіп, жаңағыдай видеозаметкалар қайда жүрсе де, жұмыс жасап жүрсе де, немен айналысып жатса да жіберіп тұрады. Немісіге жолдайды. Иә, сосын менде де әдет бірдеңке жасайтын болсам, андай. Есімде тұрады, Тәуіржанға жіберуім керек, айтуым керек деген сияқты. Мен айта аламын, что мен Заринаға, в принципе, мен сенемін. Мен оны изначально басында айтып қойғам, менде андай бір бірақ менде если бір недоверие сияқты нәрсе болатын болса, мен сразу келіп осы жерде сұрап алатын. То есть осы жерде емес, осы жерде де кішкене басын қозғаймын, сосын екеуміз лично сөйлескен кезде или там видеомен болсын, маған осындай видео жүріп жатыр, қараш, мынау не деген сөз деп. Мысалы, кезінде бір видео болып қалды, Расул келіп бір нәрсе істеп жұбатып жатқан, мен де оны талқылаған жоқпын, өзінен сұрап алдым, маған жауап берді. Болды, мен соған сенемін да, неге почему былай болды деген сияқты нәрселерді мен қозғамаймын. Не істеп жатқанын айтып, немесе осы жаққа бара жатырмын деген сияқты, не істеп жүрген әр қадамын айту, немесе ескерту деген сияқты ондай бола бермейді, бірақ сіздер айтылып ашу. Енді прямо каждый қадам емес, вот я наступил сюда емес, просто андай бір моменттер болып қалады, осыны білсе қызық болатын сияқты еді деген сияқты. Сосын андай кругожочек деген болады ғой, сондай жерім, сосын ол жереді. Сосын солай, короче, бізде сәлем қалайсың, как дела деген ондай онша жоқ да, просто процесспен бір-бірімізбен байланысып отырамыз. Ринат? Мына жерде Заринаға сұрақ қой, Зарина, сен мысалға өзің Тәуіржанға сеніп отырсың ба? Жоқ, дос, сенбей отыр. Мысалы қарап отырсаң, осы уақытқа дейін жандай. Екі ортада тұрмын ғой, мен 50-50 болып тұр да. 100% сенсем, ертең тағы да оппо деп артынан өтіріктер шығып тұрса, ақпараттар келіп тұрса, не істеймін деген сияқты. И сенбеймін деп те айта алмаймын, себебі жігіттік сөзін айтып тұр, қасындағы достар айтып тұр. Білмеймін, қазір бір нақты шешім қабылдамаймын, уақыт өте келе көремін деп жатырмын. Ойлап отырғаным ғой, дұрыс айтасың, Зарина, негізші. Сендердің ондай жұп болмай жүргендердің себебі, мысалға, мына жақта сен өзің дос қыздар бар, түсініпсің өзің. Солар осы ортаға мешайт етіп жүрген жоқ па деймін да. Жұп болмай жүрген себептер, мысалы сендер біраз болды ғой танысықта жүргендеріңе. Бұл жерге айдан асып кетті да. Просто Тәуіржан жан-жағында қыздар көп. Сол қыздар
бірсе сен ойлайды, бірсе қыздар да ойлайды. Сол екі ортада не болып жүрген жоқ па деймін да Тауыржанға. Қыздардан айырылып қаламын деп қорқады едім Тауыржан. Бұл жерде Қорқа ма, қорықпай ма? Сіз айтасыз ба, жауабыңыз бар ма? маған сұрақ қойған жоқ, қорқады ау деп өзі сразу істеп жатыр ғой. Тоже саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Зарина енді айтып отырсың ғой по поводу қыз жайлы, мен есі қате сенгіремей тұрмын деп ше. Бірақ өткенде бір әңгіме шыққан болатын сол Тәуіржанға байланысты, бір баласы бар деген сияқты ше. Кеше бір видео салып қойған екенсіңдер да, я хотя бы деген сияқты ше. Я хотя бы там ешкім білмейтін балам жоқ деген сияқты айтқан екенсің да, Зарина. Енді жалпы сол сөзді баласы бар ма, негізі жоқ па, сол басы бар, аяқ жоқ болып кетті да, негізі қалай болды деген сияқты ғой. Негізі балаңыз бар ма, әлде жоқ па? Жоқ, менің прям өзімнің туған балам жоқ. Просто как мен балам сияқты бала бар. Типа ол менің досымның баласы да, как мен балам сияқты, короче. Типа сөйтіп көремін да, сосын мен сөйтіп айтқан тұғым. Мен просто ол нәрсені не үшін бастадым? Потому что мен Заринаның реакциясын көргім келді. Өткен жол жұмбақтағаныңыз әдейі Типа мен реакциясын көргім келді, бұл кісінің типа қалай болады екен деген сияқты. Мысалы кейбір әйел адамдары болады, типа осы типа екінші әйел болған білген кезде все сразу отказ или баласы бар ма сразу отказ деген сияқты. Мен сол нәрсені күттім да, типа мен де кішігірім сынап жатырмын ғой, типа редакторда да ол дұрыс түсінген жоқ, сосын өмірде де дұрыс болған жоқ, короче. Сеніп жүрді әлі күнге дейін. Сосын барып айттым, типа Тәуіржан мекеменің басын ұстап суға кететіндей жігіт емес деп ойлаймын. Бір жерде нақты ғой қадамдары. Және де мен Тәуіржанға сұрақ қойғым келіп тұр. Енді сен өзің, мен бұрыннан қараймын, сен тусовщик едің ғой. Қазір Заринамен қарым қатынасың сенің наным сенімдеріңді өзгертіп жатыр ма? Наным сенім. Білмеймін, наным сенім деген мен сенімім ол всегда бір. Типа ал просто менің өмірді кішкене образымды басқашаға келтіріп жатыр деп ойлаймын. Сол туралы нақтырақ поподробнее айта кетсең бола ма? Подробнее деген кнопканы басасын ол үшін. Білмеймін, енді просто менің өмірге деген кішкене взглядым ауысып жатқан сияқты ма, сондай, короче. Мысалы, қай жақ? Өте көп қыдыратынмын. Қазір үйтіп қыдырмаймын. Может, қартайған шығармын, может, Зарина түрткі болды, білмеймін, уже вещи стали неинтересны дейді ғой, короче. Олай айтайыншы, сенің олай қатты сенуіңде бір қажет жоқ сияқты, потому что біздің осы күнге дейін көрген Гуджан деген блогеріміздің айналасының толған бәрі қыз еді. Және де өзің де білесің да, оның қандай блогерда, қандай нелер контенттер түсіргендерін білесің да. Және де мынандай осындай ақпараттың, Тәуіржан туралы келген ақпараттың екінші рет келмейтініне кім кепіл да, оның саған измена жасамайтынына кім кепіл деген сияқты әңгіме. Тәуіржан, сіздің осы Заринаға өмір бақи адал болып отыратыныңызға кепіл бере аласыз ба, например? Ешкім бере алмайды ғой. Аидаға бір сұрақ қойшы. Мысалы, сен бір жігітке тұрмысқа шығасың. Сосын кім кепіл, что сен оны өмір бақи жақсы көресің? Хорошо, сен жақсы көрмей қалсаңшы потом. Сен естественно тастап кетесің ба? Жақсы көрмей қалсам, иә? Видите? Кімнің Ринаттың айтқан сөзіне қандай кепіл бересің деген сияқты әңгіме отыр ғой. Мен сол жағынан да сұрап отырмын да Тәуіржаннан. Сенде қандай кепіл бар деген сияқты. Маған сұрақ келіп отыр да, сен жақсы көрген адам, мен жақсы көрген адам жақсы көріп жүріп, жақсы көрмей кете алмаймын деп ойлаймын. Себебі любой адам махаббатпен қосылатын сияқты. Біз ойлаймыз оны. Бәрімізді қызықтырып тұрған нәрсе, енді Айдараны көрініп тұрды ғой, енді видеоның артында қыздың жатқаны көрініп тұрды. Просто оны қалай саған лапша әлді, ол менің досым деп айтты ма? Просто сені қалай сеніп қалғаның? Мәңгі бақи жақсы көру ол адамның ниетіне байланысты. Мен сіздер түсінбей отырмын да, сонда мына жерде келіп Зарина қырық пышақ болып, ойбай мен оған сенбеймін, болды тоқтат деу керек пе еді? Сіздерге сол керек па? Қазір қараңыздар, бұл Гуджанның жасап атқан тірлігіне қарай бұл иіліп отыр. Гуджан жасап атқан жаңа ісіне қарай бұл сөйлеп отыр Зарина. Эфирдан кейін не істеді? Тәуіржан кездесуге шақырды, барлығын түсіндірді, ортаға достарын да салды, барынша өзінің жаңа қателік жасамаған барынша түсіндіріп жатыр. Сонда келіп мен жоқ, Тәуіржан дұрыс емес, мен таныстық тоқтатамын деу керек пе? Кішкене ситуацияға қарасаңыздар да. Осы жаңа Аягөздің пікірі сәл орынды ма деп ойлап қалдым да, негізі бағана бір әжептәуір пікір айтылған шығар, сол пікірлердің ішінде негізі көпшілігі бір түрлі пікірлер болды ау деймін. Сен осы кезге дейін Гуджанға айтып жатыр да, сен осы кезге дейін қызғұмар болып келдің, болашақта да оған сенім жоқ сияқты, сондықтан Зарина сен сенбей оған дейді да. Бұл екенде болашаққа қарай жоқ, ол навсегда дұрыс емес адам болады, до конца солай кетеді, оған сенуге болмайды деген нәрсе ол дұрыс емес қой. Тұшылар кішкене айтатын кезде болашаққа гарантия қоймай, болашақта нақты мынандай нәрсе болады, соған сенбеу керек деген нәрсені кішкене азайту керек деп. Иә. Тәуіржан, саған сұрақ қой. Егер андай Заринамен жұп болған жағдайда, андай не болмаймыз, мысалы сен өзің популярный адамсың ғой. Жиындарға барасың, кездесулерге барасың, қаншама қыздар болады айналаңда. Измена жасап қоян деп. Енді қалай болады екен? Мысалы, бұжай сен кейін болашақта бір қызбен жүрсең, сен измена жасап қоямын деп қорқпайсың ба? Бұжай, мысалы, кім кепіл?
что мысалы да менің бір таныс адамдарымды саған жіберсем тайна да мысалы саған жазғызып жіберемін да например, и кім кепіл что сен ол жерде изменаға дейін бармайтыныңа мысалы. Егер мен біреуді шын жақсы көрсем мен измена жасамаймын. Именно жасамаймын деген адамдардан қорықсаңыздаршы. Маған ұнамай тұр да мына сұрақ ше, себебі как будто Зарина оған изменять етуге болатын қыз деген сияқты бір нұсқау болып тұр. Қазір дадим момент сен Тәуіржан ырығына көніп отырған адамсың ғой. ол Сен не істеу керек Сен енді? көнбесең сен бұрын танып біресе келесің таныс тоқтатамын дейсің, Тәуіржан келіп сөйлейді, сен сол ыңғайына қарай құлап кетесің да. Енді айтып қояйын деген ғой. Былай болды ғой енді. Тәуіржанның негізі осы уақытқа дейін жасап жатқан қадамдары, маған жасаған әрекеттері, сөздері, жазатын нәрселері, олардың бізге дейін көзқарасы, мен оның барлығын есептеп қарап жүремін да. И мен білем Тәуіржанға тіпті бір секундта ол керек емес адамның жанында мүлде қасында жүрмейді да, ол адамдарды өзі мысалы бұл менің адамым деген сияқты қылып бөледі. Ол досы болсын, араласатын адам болсын, және менің адамым емес деп мүлде араласпайтын адамдарды бөліп тастайды. Достары да айтты ғой, Зарина қара біз болдық ол жерде 5-6 адам болдық деді. Потом нан ұрсын деді, сосын сен. айтылды ма? Иә, нан ұрсын деген соң сен. Енді сол иә Балауса ханым негізі мынандай әңгіме ғой, бір ең басындағы бір қарқын, талпыныс, бір Тәуіржанның тарапынан да, Заринаның тарапынан да сөніп қалған сияқты. Шамай болды. Осы маусымдағы ең ұзақ таныстықтағы үміткермен қатысушы осы екі кісі деп айтқым келеді. Білмеймін кімнің тарапынан екен, бірақ жаңағы жердегі видеоның өзі просто бір Тәуіржан тарапынан бір сливаться еткісі келіп тұр ма, уже Заринаға деген қызығушылығы таусылды ма, ертең күні білмеймін, мен Заринаға айтқым келеді, сені тастап осындай бір әрекеттері болып кетсе, сен қиналып қалатын сияқтысың просто. Енді құтылғысы келсе кетпей ма? Мен ұстап тұрмын ба, бүйтіп қолынан ұстап кетпей деп етегіне жармасып тұрған жоқпын ғой. Немесе жүрегіңді аш, көрейік сенің жүрегіңде Зарина деген жазу бар ма деп. Мен ештеңке білмеймін, маған сөзін айтады, осындай Зарикош осындай деген сияқты айтады, мен хорошо деп сенем болды, не істеймін енді? Просто андай ғой, сенің бір жүрегіңді жаралап алғысы келмей ма, или екінші бір андай бір сені ренжітіп кеткісі келмей ма, бірдеңе сондай нәрсе да. Себебі ең басында келгенде көзі жанып тұрады, неше түрлі нәрселер істеп жүретін да. И жаңағы нәрсе шынымен де мен айтып кеткендей, ол өзінің историясын қаншама рет көретін адам, көмекшілері де қаншама көмекшісі бар да, я мысалы біз сияқты жай салып жүр. Білмеймін, ол нәрсені байқамай қалды деп ойламаймын. Бұл нәрсенің бір ғана варианты бар, осылай ғана айтылады. Сіз үшін әдейі салынған сияқты. Иә, әдейі салынған сияқты. Жалпы енді сол сторис шыққаннан кейін сенің мамаң жағынан или папаң жағынан болсын, или үйдегілер жақтан саған Тәуіржанға деген қарсылық немесе бір ойын өзгергені туралы ешқандай бір қызым деп айтқан жоқ па еді? Білмеймін, енді ол кісілер әрдайым кірісе бергісі келмейді да, өзің көр, өзің бағалап көресің өзің. Тәуіржанмен біз сөйлеспейміз, сен өзің сөйлесесің дейді да. Ол кісілер көбірек сенеді Тәуіржанға, менен қарағанда көбірек сенеді. Тәуіржан ақылды жігіт, жақсы жігіт, негізі деген сияқты. Айтып енді берген сыйлықтарының өзін мен үйге алып барам ғой, мысық жүр үйде, наны берген ассоциация болып кеткен да, мысалы бір берген сыйлықтары көрген сайын есімізге түседі, ана зат ойнаған сайын деген сияқты.